осы YouTube'ге тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, міндетті түрде бірнеше мәрте комментарий жазып, лайк басып, бөлісіп, таратып отырыңыздар. Украина тарапы, яғни Украина президенті Зеленский Трамптың сирек кезігетін жер элементтері туралы келісім шартына тойтарыс берді. Яғни Трамп өңдеген, өзгерткен Украинаның өзі басқаратын және дәл қазір Ресей жаулап алған Украин жеріндегі сирек кезігетін жер элементтерін Америка құрама штаттарына тән компаниялардың игеру туралы Трамптың жіберген өңдеген келісім шартына Зеленский қол қоюдан бас тартты. Бұл енді алдағы уақытта Украина мен Америка ортасындағы, Америка мен Ресей ортасындағы, Америка мен Қытай ортасындағы, Америка менен Еуропа, тіпті НАТО ортасындағы, ал Украина мен НАТО ортасындағы үлкен саяси өзгерістер менен тағы да бір алай-дүлей дипломатиялық, қаржылық, финанстық текетіріске апаратын көрінеді. Енді жұрттың барлығы біліп отырғандай, Зеленскийдің бұл келісім шартқа қол қоймауының ар жағында не жатыр? Бейресми дерек көздерінің айтуынша, Трамп бұл келісім шартта Американың ұпайын түгендеген. Және ол Америка компанияларының мүддесін ең жоғарғы деңгейде қамтамасыз ететіндей келісім шарттың баптарын қатайтқан. Ал Зеленский неге тойтарыс берді? Алдыңғы жолғы Трамппен түс шайысқаннан кейін Зеленский қайта сан мәрте рахмет айтып және кешірім сұрап, әзер дегенде Американың тоқтатып қойған әскери көмегін алып еді ғой. Дәл сол кезде Польшаның шекарасында келіп, енді Украинаға тасымалданғалы тұрған қарулардың өзін Америка тоқтатып тастаған болатын. Қанша айтқанмен Трамп үлкен алпауыт елдің, жер шарындағы нөмірі бірінші алпауыт елдің басшысы. Ол тоқтатам деді, тоқтатты. Тіпті ең сұмдығы, бұл жерде интелшер дейтін нәрсені де тоқтатты. Интел, яғни интеллектуалдық, ақылдық. Яғни Американың барлау спутниктері қамдайтын, тағы басқа да олардың тыңдайтын, көретін, бақылайтын барлық ақпараттарын Украинаға беріп отырған. Енді дәл осы ақпараттың бәрі тоқтап қалған еді. Енді Зеленскийдің бұл қылығына ертең таң атқан кезде, яғни дәл қазір бізде Америкада түннің бір уағы. Трамп мүмкін дәл қазір осы кезде төсегінде сұлу келіншегін құшақтап, келіншегіне қомпылдап жатқан болуы мүмкін. Дәл қазір Америкада түнгі сағат 4:45. Трамп мүмкін таң намазына тұратын болса, осы кезде тұрып қалуы мүмкін. Енді таңертең Трамп қандай реакция танытады? Американың шешуші, билеуші орындары бұған қандай мінез көрсетеді? Бұл алдағы әңгіме. Бірақ біз бір нәрсені кесіп айта аламыз. Ол Зеленский Еуропаға сеніп отыр. Оның осы жуырда ғана Францияға барған сапары, Макронның оны құшақ жайып күтіп алғаны, тіпті алдыңғы жолы Франция президенті Эммануэль Макронның Америкамен президентпен сөйлесіп отырғанда, Франция компанияларының да Украинадағы сирек кезігетін жер элементтерін меңгеруге қызығатындығын айтып қалғандығы. Яғни жалғыз аларман сен емессің, біздің де сол арағыдан пайда көргіміз келеді дейтін сыңайын анық аңдатып қайтқан болады ғой. Демек, Зеленский жан алып жан беріп, от пен өрттің ішінде тұрып, тағы да Жойттың баласы екендігін, өлім мен өмірдің ортасында жатып, тағы да тиын санайтындығын бір көрсетіп қалды. Бұл тегі Зеленскийге Украинаға пайдалы бола ма, болмай ма, ол жағын қазірше дөп басып айта қою қиын. Бірақ алпауыт елдің Зақор басшысы, Адуын басшысы осыдан кейін от алып қопаға түсетіндігі анық болып тұр. Бұл бүгінгі біздің айтатын бірінші әңгімеміз. Енді екінші әңгіме. Американың Украинаға көмекті бермейтіндігі, қазіргі беріп жатқан көмегінің өзі алдыңғы кезектегі шешіліп қойған көмектер екендігі белгілі. Демек, ендігі ары Украинаны қолдау Еуропаның мойнында. Сондықтан НАТОның басшысы да, Англияның премьер-министрі де,
Францияның президенті де, тіпті НАТОдағы басқа маңызды елдердің басшыларының Украинаға әскери көмек мәселесін қарастырып отырғандығы белгілі. Тіпті бұл туралы НАТО басшыларының аузынан шыққан бір ауыз сөз қазір желде есіп отыр. Твиттерді аша қалсаңыз, олар бұрынғы кезектегі Америка мен Ресей келісіп, Американың арағайын болуымен Украинада бейбітшілік орнағаннан кейін қана Украина жеріне бейбітшілікті сақтау армиясын, жасағын жібереміз деген сөздерінен айныған сияқты. Енді олар қаласа кез келген уақытта Украинаға өздерінің қосындарын жібермек. Тіпті Ресей кез келген уақытта Украинамен уақытша болса да соғысты тоқтата қойған орайда, дәл сол Ресей ендігі ары оқ атпаймын деп уақытша 30 күнге соғыс тоқтатқан жағдайдың өзінде Еуропадан, әсіресе Франция, Англия, Германия Украинаға қосындарын жіберетін сияқты. Яғни ол кезде олар қосындарын, әскери қосындарын қандай мақсатпен болсын, соғысы жоқ. Яғни Ресейдің зымырандары мен дрондары атқылап тұрмаған Украин жеріне аппараттап қояды. Сосын Ресейге айтады: ал енді сен мына біздің Украинаға жіберген қосынымызға қаратып оқ ататын болсаң, біздің жасағымызға қаратып жалмағыш зымырандарыңды, дрондарын жіберетін болсаң, демек бізге соғыс ашқаның деп Ресейге доңайбат шегіп отырмақ. Енді бұл дәл осындай әңгіме Путиннің ұйқысын қашырып отыр. Украинамен 30 күндік бейбітшілік келісіміне келейін десе, бұл жерде Путин қорқып отыр. Бейбітшілік келісімге келуге ол мүдделі. Себебі оның атарға оғы, шабарға қылышы қалмай тұр. Алдыңғы шепте оның есекпен азық-түлік және соғыстың керек жарақ оқ дәрілерін тасып жүргендігін Американың әлемге әйгілі медиалары жазды. Жазып отыр. Ауыл үйдің өсегі емес. Енді қараңыз. Ол осы кезде 30 күндік бейбітшілік келісімі кезінде Еуропаның аталмыш тыныштықты сақтау әскерилері Украинаға келіп тұра қалама. Әсіресе соғысып жатқан алдыңғы шепке ең жақын жерге келіп тұра қалама деп шошып отыр. Енді 30 күндік бейбітшілікті сақтау келісімінен кейін оларға қаратып оқ атайын десе, онда тұтас Еуропаға немесе НАТОға оқ атқан болады. Ал оған Путиннің батылы жетпейді.